Байяке, кедей әке, аудиокітап, 4-ші тарау, 3-ші сабақ. Өз ісіңізді бастаңыз. Құрметті тыңдарман, егер де сіз алғашқы тарауларды әлі тыңдамаған болсаңыз, описание және комментарий бөлімінен алғашқы тараулардың сілтемесіне өте аласыз. Каналдың дамуы үшін каналға жазылып, және де біздің жаңа аудиокітаптарымыз сізге көрініп тұру үшін қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. 1974 жылы Макдональдс компаниясының негізін қалаушы Рэй мырзадан Техас университетінің менеджерлер факультетінің бір топ студенттерімен кездесіп, сөз сөйлеуін сұрайды. Осы студенттердің арасында менің жақын досым Кит Каннингем де болған еді. Қызғылықты әрі тартымды әңгімеден кейін үзіліс жарияланып, Рейді студенттер сыра ішуге шақырады. Бұл ұсынысты Рей ілтипатпен қабыл алады. Сыра іше отырып Рей менің бизнесім не деп сұрақ қойды. Бәрі де күлді, деп Кит есіне алды. Бәрі де оны қалжыңдап отыр деп ойлады. Ешкім жауап бермеген соң, Рей сұрағын қайта-қайталады. Сонымен, сендердің түсініктерің бойынша менің бизнесім не? Студенттер қайта күлді. Дегенмен батылдау біреуі, Рей, сенің бизнесің гамбургерлер екенін кім білмейді деді. Рей мырс етті. Мен осындай жауапты күткенмін. Біршама үнсіз отырды да, содан кейін, мырзалар мен ханымдар, менің бизнесім гамбургерлер емес, менің бизнесім жылжымайтын мүлік. Рей ұзақ уақыт өзінің ой-пікірін түсіндірумен болды дейді Кит әңгімесін жалғастырып. Ол өз бизнес жоспарының негізгі мақсаты Макдональдс франшизасын сату екенін жақсы білетін. Франшиза бұл арнайы белгіленген ресторанның қызмет ету құқығы. Сонымен қатар, әр сауда нүктесінің нақтылы қай жерде орналасқанын жатқа білетін. Жылжымайтын мүлік және оның орналасу орны әрбір ресторанның табыс факторын айқындаушы күш екенін жақсы түсінетін. Қазіргі кезеңде Макдональдс компаниясы әлемдегі ең үлкен жылжымайтын мүлік иегері. Оған қарайтын жылжымайтын мүліктер саны католик шіркеулерінен де көп болатын. Соған қоса бұл компанияның қарауында Американың, сондай-ақ басқа елдердің ең жақсы және көлік легі көп өтетін жолдардың, әсем көшелердің түйіскен жерлері болатын. Киттің айтуынша, бұл оның өмірдегі алған маңызды сабақтарының бірі еді. Осы кезде Киттің бір өзінде 100 автожуулары бар. Алайда оның негізгі бизнесі автожуулар орналасқан жылжымайтын мүлік. Қаржылық проблемалар көбінесе халықтың өмір бойы басқаларға жұмыс істеп, ақырында осыншама ұзақ мерзімді еңбектен кейін қартайғанда қолдарында ештеңе қалмауларының салдарынан туындайды. Қазіргі кезеңдегі оқу жүйесі жастардың ғылыми білімдер алып, жақсы жұмыстарға орналасуға бағытталған. Олардың өмірлері жоғарыда атап өткендей сол баяғы еңбекке немесе табыстар колонкасын толтыруға сыр жүгірушілікпен өтеді. Ғылыми бағыттағы білімді басқарғаннан кейін олар оқу орындарына түсіп, инженерлік, ғылыми, аспазшылық, полицейлік, жазушылық және тағы басқа мамандықтарын игереді. Осындай кәсіби біліктіліктері олардың мемлекеттің ақша үшін жұмыс істеуші күшіне айналдырады. Сіздің мамандығыңыз бен сіздің бизнесіңіз әртүрлі ұғым. Менің жұрттың көпшілігінен сұрайтыным, сіздің бизнесіңіз қандай десем, банктік дейді. Сонда өз банкыңыз бар ма деймін? Жоқ, мен онда жұмыс істеймін деп жауап береді. Бұл мамандық пен бизнесті айыра алмаушылық. Мамандығы бойынша олар банк қызметшілері болуы мүмкін. Дегенмен өз ісі де болуы қажет. Рэй Крок өз мамандығы мен бизнесті анық айыра білген. Оның мамандығы қашанда өзгеріссіз басқаларға. Ол сатушы болған. Бір кездерде сүт коктейлінің миксерін сатумен күн көрген. Одан кейін ресторанға көшкен. Негізгі мамандығы сауда болса да, оның бизнесі үлкен табыс әкелетін жылжымайтын мүлік болған. Қандай мамандыққа оқысаңыз, мамандықты алып шығасың. Кулинарлыққа оқысаң аспаз, заңгерлікте адвокат, машина істері болса механик және тағы басқа. Мұның бір проблемасы адам өз мамандығының төңірегінен шықпайды. Өкінішке орай көптеген адамдар өз істерін жүргізбейді. Оны есіне де алмайды. Олар ғұмыр бойы біреулерге жұмыс істеп, соларға ақша жасауға көмектеседі. Адамға қаржы жағдайын нығайту үшін оның өз ісі болуы керек. Сіздің бизнесіңіз активтер колонкасымен байланысты болуы қажет. Керісінше табыстар колонкасымен емес. Жоғарыда аталып өткендей, бірінші ереже актив пен пассивтің айырмашылығын білу. Активтерді сатып алу керек. Бай адамдар өз назарларын активтер колонкасына аударады. Ал қалған жұрт табыс колонкаларымен айналысады. Бұл ақша үшін жұмыс істеп, табыс табудың басқа жолдарын көрмеушілік және білмеушілік деген сөз. Сондықтан мынандай сөздерді жиі естиміз. Маған көп ақша керек, немесе қызмет бабында қалай көтерілсем болады. Жұмыстан кейін тағы жұмыс істеймін. Мүмкін екінші жұмысқа бару керек шығар. Кәсіби біліктілікті көтеріп, жақсы жұмыс іздеу керек, немесе 2 аптадан кейін басқа жұмысқа кетем. Себебі мен жалақысы көп жұмыс таптым, және тағы сол сияқтылар.
Көпшілікке бұлар дұрыс болып көрінуі мүмкін. Егер де Рэй Кроктың сөзіне құлақ түрсек, мұндай пиғылдарды айтатындар өз істері жоқ адамдар. Мұндай ойлар табыс колонкасына ғана бағытталған. Ол адамға қаржылық жағдайын жақсарту үшін ақшаны таза пайда әкелетін активтер сатып алуға жұмсағаны жөн. Кедей және орта класс өкілдерінің қаржы мәселелеріне келгенде консервативтік көзқарастарда болуы, яғни мен тәуекелге бара алмаймын деушілік, оларда қаржы базасының жоқтығы. Сондықтан олар өз жұмыстарынан айырылып қалмауға тырысып, қатерлі жағдайдан аулақ жүреді. Жұмыстан жаппай қысқартушылық дағдыға айналғанда, миллиондаған жұмыс істеуші адамдар үшін ең жақсы капиталдық салым деп есептеп жүрген үйлері бұлардың титығына жететін үлкен шығын көзіне айналған. Үйді ұстау үшін оларға ай сайын үлкен қаржы қажет етеді. Екінші оңтайлы капиталдық салым деп есептейтін машинаның да жағдайы осындай. Бір кезде $1000 тұратын гольф таяғына енді ешкім де қарамайды. Адамға тұрақты жұмыстан басқа тірек жоқ. Жұрттың көпшілігінің ұтымды капиталдық салым деп есептеп жүргендері қаржы дағдарысында түкке де жарамайды. Біздің көпшілігімізге үй немесе машина сатып алу үшін банктен кредит алуға, қарыз жазуға тура келетіндігі туралы ойлаймын. Мұның бір қызық жері банкте міндет орындалғаннан кейінгі мүліктің құны деген есебінде не деп жазылатындығы еді. Бұл жағдай банк қызметкерлері мен бухгалтерлердің нені актив деп есептейтіндіктерін көруге мүмкіншілік береді. Бір кезде мен банктен сауда алғым келді, бірақ менің қаржылық жағдайым оншалықты сенімді болып көрінбеп еді. Сондықтан мен активтер колонкасына өзімнің құнды заттарымды қостым. Телевизор, стерео жүйесін, кітаптарды, қолөнер коллекциясын, қол сағатын, киімдер, аяқ киімдер және тағы басқа. Алайда маған сауда берілмеді. Себебі менде жылжымайтын мүлікке салынған ақша көп деп есептеді. Менің көп пәтерлі үйлерімнің үлкен табыс әкелетіндігі комиссия мүшелеріне ұнамады. Олар менде неге тұрақты жұмыс және жалақы жоқ екенін білгілер келді. Менің мүліктерім оларға ешқандай да әсер еткен жоқ және есепке алынған жоқ. Сөйтіп, кей уақытта стандартқа сәйкес келмейтіндерге жеңіл тимейді. Кейбіреулердің менің мүлкім $1,000,000 тұрады, немесе тағы да сондай тұрады дегендерін естігенімде денем түршігеді. Осы ат басқаларға цифрлардың дәл еместігінің негізгі себептерінің бірі. Сіз өз мүліктеріңізді сата бастағаныңызда салық төлеуге міндеттісіз. Сондықтан адамдардың табыстары кеміп, қаржылық қиындықтарға ұшырайды. Ақша қажет болғандықтан өздерінің капиталдық мүліктерін сата бастайды. Егер де сіз мүлкіңізді баланс есебінде көрсетілген көлемнен артық сатып, пайда тапсаңыз, бұған салық салынады. Осылай үкімет ақшаның бір бөлігін ұстап қалады. Осының салдарынан адамға қарызын қайыру біршама қиынға соғады. Міне сондықтан мен сіздің құнды мүлкіңіздің құны сіз ойлағаннан көп кем дейтінім сол. Өз ісіңізді бастаңыз. Ол үшін істеп жүрген жұмысыңызды тастау міндетті емес. Нақтылы активтерді сатып алуды бастаңыз. Ал пассивтер, әсіресе жеке мүліктер сатып алынған сәтінен бастап-ақ құнын жоғалта бастайды. Мысалы, сатып алған жаңа машина автотұрақтан алып шыққан сәтінен бастап алғашқы құнының 25%-ін жоғалтады. Банк басқа пікірде болса да, мұны капиталдық салым деуге болмайды. Менің $400 титанды моторым орнынан қозғалған кезден бастап бағасы $150 дейін түсті. Егер сіз ересек адам болсаңыз, өзіңіздің шығындарыңызды көбейтпеңіз, пассивтерді азайтыңыз және нақтылы активтердің іргетасын құруға тырысыңыз. Егер де сіз әлі жас болып, ата-анаңызбен тұрсаңыз, олар сізді актив пен пассивтің айырмашылығын білуге үйретсе, ол өте жақсы. Мысалы, активтер колонкасын балалар өсіп, үйленіп, өз отбасыларын құрып, бала жағалы болып, қарызға бешелерінен батқанға дейін күтпей құруға болады. Өкінішке орай көпшілігінде жас жұбайлар жұмыс істемей-ақ жатып, өмір бақи қиын жағдайларға кезігумен болады. Көптеген ата-аналар соңғы баласы отау тігіп, үйден кеткен сәтінен бастап, кәрілікке әлсіз дайындалғандарын сезіп, ақша жинай бастайды. Осы кезде олардың өз ата-аналары ауыра бастайды. Сөйтіп бұлар да тағы да шығындар арта түседі. Сонымен мен сізге немесе балаларыңызға қандай активтерді сатып алуға кеңес берер едім. Мен өмір сүріп отырған ортада нақтылы активтер бірнеше категорияға бөлінеді. Бірінші, бизнес иесінің қатынасуын қажет етпейтін түрі. Ол маған қарайды, бірақ оны басқа адамдар басқарады. Егер де мен онда жұмыс істеуге мәжбүр болсам, ол бизнес емес, ол менің жұмысым. Екінші, акциялар. Үшінші, облигациялар. 4. Өзара қорлар. 5. Табыс әкелетін жылжымайтын мүлік. 6. Вексельдер және қарыздар қолхаттары. 7. Шығармашылық қаламақылары, музыка, кітаптар, сценарийлер, патенттер. 8. Басқа құнды пайда әкелетін, бағасы тез өсетін және тез сатылатын кез келген меншік. Менің кішкентай кезімде оқымысты әкем маған түбінде тұрақты жұмыс тауып алуыма кеңес беретін. Ал бай әке өзіңе ұнайтын активтерді сатып ал деп ақыл айтатын.
Өзіңе ұнамайтынды сен істемейсің. Менің қозғалмайтын мүлікті және жерді сатып алушылығым, олар маған өте ұнайды. Сондықтан жылжымайтын мүлікті іздеп, сатып алуды жақсы көремін. Мұнымен күні-түні айналысуға бармын. Егер де кейбір проблемалар туындаса, олар менің жылжымайтын мүлікке деген құштарлығымды жоятындай күрделі емес. Егер де сіздің көңіліңіз жылжымайтын мүлікті қаламаса, онымен айналыспаңыз. Маған кішігірім өз жұмыстарын жаңа бастап жатқан компаниялардың акциялары ұнайды. Істің мәні мынада. Мен корпорация мүшесі емеспін, бірақ іштей кәсіпкермін. Маған мысалы Калифорниядағы Стандарт Ойл компаниясында, Керрор компаниясында жұмыс істеуге, сонымен қатар әскерде қызмет етуіме тура келді. Бұл маған өте ұнайтын, сондықтан оларды сыйластық сезіммен есіме түсіремін. Алайда ойымның ең терең түкпірінде жатқан сезімім бойынша, үлкен компанияларды жақсы көрмеймін. Маған бизнесті басқару емес, оны бастау ұнайды. Содан барып мен кіші компаниялардың акцияларын жиі сатып алам, ал кей уақытта оларды өзімде құрам. Мұнда үлкен табыс табуға болады, және бұл ойынды мен өте ұнатамын. Жұрттың көпшілігі мұндай тәуекелшіліктен қорқады. Бұл шындығында да қауіпті. Егер де сізге бұл іс ұнаса, және оған ақша салып, не істейтіндігіңізді айқын білсеңіз, қатер азаяды. Қозғалмайтын мүлікті басқаларға таратарымда ең кіші көлемдегі сомадан бастаймын. Содан әрі оны біртіндеп өсіре бастаймын. Арзанын қымбатқа айырбастаймын, ол таза пайда үшін салық төлеуден босатады. Бұл жағдай таза пайданың шапшаң өсуіне ықпал етеді. Жылжымайтын мүлікті 7 жылдан артық ұстамаймын. Мен көп жылдар бойы әскерде қызмет етіп, Керрор компаниясында жұмыс істеп жүргенімде де байакемнің кеңестеріне жүгінетінмін. Мен жұмысымды тастаған жоқпын, бірақ өзімнің жеке бизнесім болатын. Мен активтер колонкасында белсенді қимыл жасадым. Жылжымайтын мүліктер және ұсақ акциялар саудасымен айналыстым. Байаке адамның қаржы сауаттылығы жөнінде үнемі айтатын. Бухгалтерлік есепті және қаржының ерекшеліктерін толық білу маған инвестицияларды терең талдауға, ең соңында өз компаниямды құруға мүмкіншілік беретін. Мен ешкімге де, егер өзі қаламаса, компания деп айтпаған болар едім. Осының барлығының не екенін білгендіктен мен ешкімге еш уақытта кеңес бермеген едім. Әрине, адам жұмыс таба алмауы мүмкін. Сол уақытта өз компаниясы оған өмір сүру көзі болады. Бірақ табысқа жету оңай емес. 5 жылдың ішінде 10 компанияның 9-ы құлайды. 5 жылдан кейін аяғынан тұрып кеткендерінің ішіндегі 10-ның 9-ы банкротқа ұшырайды. Міне, сондықтан осындай жағдайлардан кейін компания ұстауды тек қана барлық ынта-жігеріммен өзін осыған сарп еткен адамға ғана кеңес берген болар едім. Керісінше жағдайларда жұмысты тастамай, сонымен қатар өз ісіңнің болғаны дұрыс. Мен өз ісің болсын дегенде айтарым, активтер колонкасын тұрақтандырып, өсіру деген сөз. Егер де оған $1 түссе, оның еш уақытта жоғалып кетпеуін қадағалаңыз. Оны өз жұмыскеріңіз деп есептеңіз. Ақшаның ең жоғарғы қасиеті ол сутканың 24 сағатында ұрпақтан ұрпаққа дейін еш тоқтаусыз жұмыс істеуі. Қалыпты жағдайда керек болса, одан да екпінді жұмысыңызды істей беріңіз, бірақ өз активтер колонкаңызды ұмытпаңыз. Сөйтіп ақша түсімі өскен сайын өзіңізге керекті заттарды, мүліктерді сатып алуға жағдайыңыз келеді. Бай адамдар бір нәрселерді ең соңында сатып алады. Бұл олардың маңызды ерекшеліктері. Ал кедейлер мен орта класс өкілдері бірінші болып. Олар бай болып көріну үшін зәулім үйлерді, асыл заттарды, яхталарды, қымбат тондарды сатып ала бастайды. Олар бұған тырысумен болады, бірақ шындығында белшесінен қарызда болады. Ал байлар алдымен тұрақты активтер колонкасын құрайды. Осыдан түскен табыс өскеннен кейін ғана байлығын ерекше көрсете алатын салтанатты заттар мен мүліктерді сатып ала бастайды. Кедей және орта класс өкілдері бұларды үлкен тер төгушілікпен сатып алады. Шын салтанат көзі ол өз ақшаңды нақтылы активке салып, көбейтіп табыс табушылық. Мысалы біз әйелім екеуміз өзіміздің көп пәтерлі үйімізден түскен ақшаға әйелім өзіне Мерседес машинасын сатып алды. Бұл бізді қиындыққа немесе бір қатерге соқтырған жоқ. Себебі ақшаны жылжымайтын мүлік үй берді. Әрине, оның жылжымайтын мүлікке салған инвестициясы өсіп, таза пайда келтіргенше, оған 4 жыл күтуге тура келді. Дегенмен бұл әйелімнің актив колонкаларын қалай көтеру керектігін дәлелдей білгендігінің белгісі, салтанатты зат түріндегі сый еді. Бұл қаржылық тапқырлықты ұтымды пайдаланудың үлгісі. Жұрттың көпшілігі импульстің ықпалымен жаңа машинаны немесе басқа заттарды банктен кредит алып сатып алады. Осындай тәсілмен келген салтанатты дүние адамға қуаныш әкелмейді. Қарыздан құтылғанша бей-берекеті кетеді. Міне, енді сіз ерінбей инвестиция салып, өз ісіңізді құрдыңыз. Тағы бір сиқырлы рецепті пайдалануға даярсыз. Ол байлардың ең үлкен құпиясы. Осы құпияның нәтижесінде байлар соншалықты бай. Бұл сіздің өзіңіздің жан-жақты ойласып, үлкен шыдамдылықпен құрған бизнесіңіздің соңында күтіп тұрған сыйыңыз.
Құрметті тыңдарман, каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып және қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Және комментарий бөліміне сын пікірлеріңізді қалдырсаңыз болады.